Сәлеметсіңдер ме? Здравствуйте. Балалар, дәптерімізді ашамыз, откроем тетради, бүгінгі күннің жадын жазамыз, және тақырыпты. Пишите сегодняшнее число и тема нашего урока. Қыркүйектің 14-і. Жәндік жанды табиғатқа жата ма? Относятся ли насекомые к живой природе? Жаңа сөздермен таныс боламыз. Теперь мы с вами познакомимся с новыми словами. Ара, пчела, құмырсқа, муравей, қызғалдақ, тюльпан, жәндік, насекомые. Повторите еще раз, ребята. Ара, пчела, құмырсқа, муравей, қызғалдақ, тюльпан. Және соңғысы насекомые, жәндіктер. Оқылым 3-ші тапсырма. 3-е задание. Внимательно слушайте текст. Әлібек, құмырсқа мен ара жанды табиғатқа жата ма? Әлібек, муравей и пчелы относятся к живой природе? Я, жанды табиғатқа жатады. Да, они относятся к живой природе. Олар өте кішкентай ғой. Они очень маленькие. Сондықтан оларды жәндік деп атайды. Жәндік те тамақ жейді, өседі. Поэтому их называют насекомым. Насекомые тоже едят, растут. 5-ші тапсырма. Письменная работа. 5-е задание. Бұл не? Ол не істейді? Что это? Что он делает? Жүгіреді, бегает, секіреді, прыгает, тамақ жейді, едят, өседі, растут. Ойнайды, играет, тістейді, кусается, ұшады, летает. Су ішеді, су – это вода, ішеді, пить. Жүреді, ходит, жинайды, собирает. Өзіңді тексер, проверьте себя. Бұл құмырсқа, ол жүгіреді, өседі, ойнайды, тамақ жейді, жүреді. Бұл ара, ол ұшады, секіреді, жинайды, тістейді, су ішеді. Жарайсыңдар, балалар. Үй жұмысы, домашнее задание, 2-ші тапсырма, 20-ші бет. Сау болыңдар, балалар. До свидания.